Баршаңызға қайырлы күн. Менің атым Үкіжан. 15 жылдан астам уақыттан бері салауатты өмір салтын ұстанып келемін. Ал соңғы 7 жыл бойы ойлау жүйесін, тұлғалық дамудың зерттеп, үздіксіз білім алып жүрмін. Мен әрдайым денсаулық дегеніміз тек дұрыс тамақтану, дене беністілігі ғана емес деп сендім. Денсаулық бұл қаржылық тұрақтылық, адамдармен жақсы қарым-қатынас және жан тыныштығы. Жан мен тән жобасы туралы кездейсоқ білдім. Инстаграм желісінде оның парақшасы үнемі алдымнан шығып жүрді. 1 жылға жуық уақыт бақыладым, видеоларын көрдім, мақаларын оқыдым, дәрістерін тыңдадым. Сол кезде өмірім өз арнасымен өтіп жатқандай көрінді. Сондықтан ештеңе өзгертудің қажеті жоқ деп ойладым. Бірақ бір күні өмір мені үлкен сынаққа алып келді. Мен жан тыныштығымды жоғалттым. Өмірдің қуанышы мен қызығын жоғалды. Жауап іздедім. Туған туысқандарым мені, жақындарым қолдау көрсетті, бірақ нәтижесіз болды. Бүгінде жақындарымнан айырылып, жан жарасын көтеріп жүрген адамдар өте көп. Осындай сәтте адамға тек қана тәннің емес, жанның да сауықтырып, қайтадан өмірге үміт сыйлайтын орта қажет. Сол кезде жан мен тән салауатты өмір салты орталығына баруға шешім қабылдадым. Мені туған әпкем мен жақын құрбым қолдап, біз бірге бағдарламаға келдік. Ол жерде көргенім, естігенім және сезінгенім барлық күткенімнен 1000 есе асып түсті. Ең бастысы, бұл жерге әр түрлі мақсатпен адамдарды көрдім. Біреуі денсаулығын қалпына келтіру үшін келді. Біреуі жаңа табыс көзін іздейді. Біреуі отбасындағы немесе адамдармен қарым-қатынасын жақсартқысы келеді. Ал біреу мен сияқты жан тыныштығын қайта тапқысы келеді. Және әр адам өз өміріне қажетті сұрақтарын жауабын осы жерде табады. Мені ерекше әсер кеткен адамдардың отбасымен келгені, көпшілігі қайта келеді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен емес қана шет елден де арнайы келеді. Бұл жобаны адамдарға шын мәнінде тигізіп жатқанын көрсететін ең үлкен дәлел болады. Сөз жерде менің жүрегіме әсер еткен маңызды бір ой болды. Біз денсаулық туралы, отбасы туралы, жұмыс туралы көп айтамыз. Бірақ біз осындай бай әрі көркем Қазақстанда өмір сүріп жатқанымызды да ұмытпауымыз керек. Ата-бабаларымыз осы жерді бізге аманат етіп қалдырды. Ал біздің ортақ міндетіміз туған жеріміздің байлығын сақтау, білімізді арттыру, өзімізді дамыту және осы құндылықтарды балаларымыз бен немерелерімізге жеткізу. Сондықтан жан мен тән жобасында тек денсаулық қана емес, ойлау мәдениетіне, білімге және жеке жауапкершілікке де ерекше мән беріледі. Бұл ой менің жүрегіме өте жақын болды.
Осыдан кейін мен оқудан өтіп, осы үлкен миссияның бір бөлігі болғым келетінін түсіндім. Адамдардың тек денсаулығына ғана емес, ойлау жүйесін, әдеттерін, өмірге деген көзқарасын өзгертуге ықпал ететін осы игі істің бір мүшесі болуға қаладым. Мен жан мен тән командасының бір бөлігі болудың осы жобаның дамуына өз өлісімді қосым келеді. Бүгін менің үлкен арманым осындай жан мен тән орталығы Қазақстанның барлық 90 қаласында ашылуы. Өйткені бүгінгі таңда көптеген адамдарға тек денсаулық қана емес, өмірінің қайта саралап, жаңа пайдалы әдеттер қалыптастырып, жан тыныштығын тауып, сеніммен алға қадам жасап мүмкіндік беретін орта қажет. Мен сондай жобалар арқылы дені сау ғана емес, туған жерін сүйетін, табиғаттың байлығын бағалайтын, үнемі білім алып, дамитын және осы құндылықтарды келер ұрпаққа жеткізілетін саналы ұрпақ тәрбиелесе екен деп армандаймын. Бүгін мен сіздерді жан мен тән жобасымен таныстырып, оның неге деген көптеген адамдар өміріне өзгеріс соны айтқым келеді. Жан мен тән сауықтыру орталығы денсаулыққа бүгіннен бастап көңіл болу ертеңгі өмір сапасының кепілі. Әр адам ұзақ өмір сүру, дені сау, сергек әрі бақытты болуды армандайды. Жан мен тән жобасы адамдарға денсаулығын табиғи жолымен нығайтуға, өмір салтын өзгертуге және күнделікті өз денсаулығына саналы түрде қамқорлық жасауға көмектесу үшін құрылған. Бұл жай ғана сауықтыру бағдарламасы емес, бұл саналы, салауатты әрі бақытты өмірге бастайтын жол. Жобаның тарихы. Жан мен тән жобасы адамдарға денсаулықтың дәрден емес, дұрыс өмір салтынан басталатын қайта түсіндіру мақсатында дүниеге келді. Алғашқы жылы команда онлайн форматта жұмыс істеп, салауатты өмір салты қағидаларын айтып жүрді. Кейін жоба офлайн форматқа көшіп, 3 жылдан асам уақыт бойы сауықтыру бағдарламаларын сәтті өткізіп келе жатыр. 4 жыл ішінде бағдарламаға 20 мыңдай астам адам қатысты. Бүгінде қатысушылар Қазақстанның барлық өңірлеріне және шетелдерден келеді. Ең құндысы, көптеген адамдар қайта келіп, өз ата-аналарын, балаларын, жұбайларын, достарын ертіп келеді. Бұл адамдардың жобаға деген сенімнің ең үлкен дәлелі. Жобаның негізгі қалаушы. Ахметбек Нұрсила ағай кәсіпкер, қоғам қайраткері және салауатты өмір салты насихаттауға өмірін арнаған тұлға. Ахметбек Нұрсиланың басты ұстанымы адамның денсаулығы ең алдымен өзінің қолында. Ол ағзаға дұрыс жағдай жасалса, оның өзі қалпына келтіруге үлкен мүмкіндігі бар деп есептейді. Сондықтан жоба дәрмекке емес, табиғи сауықтыру әдеттеріне негізілген. Дұрыс тамақтану, қозғалыс, сапалы ұйқы, күй желісті басқару, табиғаттың күші, тәртіп, білім. Бүгінде осы философия мыңдаған адамдарды біріктіріп, жан мен тән орталықтары
Қазақстанның түрлі өңірлерде ашылып жатыр. Жобаның философиясы: біз адам ағзасы оған дұрыс жағдай жасалған кезде өзін қалпына келтіре алатынын сенеміз. Біз жеке белгілерінен емес, адамның өмір салтымен жұмыс істейміз. Адамға өз денесінің түсінуі, күн сайын денсаулығына қамқорлық жасауды, пайдалы әдеттер қалыптастыру насихаттаймыз. Басты мақсатымыз уақытша нәтиже емес, өмір бойына дұрыс өмір қалыптастыру. Осының бәрін кілтін береміз. Адам неге ауыра бастайды? Жоба мамандардың пікірінше, денсаулықтың нашарлауына әсер ететін негізгі 5 себеп бар. Дұрыс емес тамақтану, сапасыз ұйқы, қимыл қозғалыстың аздығы, химиялық жүктенің артуы, созылмалы күйзеліс. Сондықтан жан мен тән бағдарламасының мақсаты жай ғана демалыс ұйымдастыру емес, адамның күнделікті өмір салты мен пайдалы әдеттерін өзгерту. Жобаның географиясы. Жобаның негізі орталығы Алматы облысы Талғар қаласында орналасқан. Бүгінде жан мен тән филиалдары Қазақстанның бірнеше өңірінде нәтижелі жұмыс істеп келеді. Орал, Астана, Ақтөбе, Шымкент, Ақтау. Келесі жан мен тән филиалы Бурабайда ашылуға дайындалып жатыр. Әр филиалдың өзіндік ерекшелігі бар. Біздің Қазақстанымыз табиғаты ерекше бай мемлекет. Әр өңірдің өзіне тең табиғи ерекшелігі, қуаты мен сұлулығы бар. Сондықтан жан мен тән орталықтары табиғаттың өзі салықтыру бағдарламасын ажырамас белгі болатын жерлерді ашылады. Әр өңірдің табиғи байлығы адамның денсаулығын нығайтуға қызмет етеді. Бұл жобаның ең маңызды ерекшеліктерінің бірі. Жан мен тән филиалы Бурабайда ашылуға дайындалып жатыр. Қазақстанның Інжу мәржанында. Бурабай табиғаттың ерекшесі сыйы. Мұнда бір жерде таза ауа, фитоцидтерге байлық, жапырақты ормандар, асқақ таулар, мөлдір көлдер, экологиялық таза табиғат. Біздің орталық Қарағайлы орманның дәл ортасында орналасқан. Табиғи радонның су көздері жаяу жерде орналасқан. Адам тек денесін ғана емес, жанын да танықтырады. Табиғаттың өзі денсаулықты қалпына келтіру жолындағы сенімді көмекшіге айналады.